Сәлеметсіңдер ме балалар, қалдарыңыз қалай? Бүгін біз ертегілерді есімізге түсіріп айтатын боламыз. Мен бір ертегіні бастаймын, ал сендер соның жалғасын айтатын боласыңдар. Ендеше бүгін біздің айтатын ертегіміз алма деп аталады. Олай болса, мұқият тыңдаңдар. Қоңыр күз мезгілі еді. Ағаштың жапырақтары түсіп, тек жабайы алма ағашының басында жалғыз алма қалыпты. Бір кезде орман аралап жүрген қоян алманы байқап қалыпты. Оны қалай алуға болады? Қоян секіріп алманы ала алмапты. Қоянның үстіне қар күлді. Сосын қоян айтты: "Қарға, маған алма үзіп берші." Қарға тұмсығымен үзіп алма жерге түскен алма жаны бардай жүгіре жөнеледі. "Бұл қалай?" депті қоян таң қалып. Әлгі алма ағаштың астында жатқан кірпінің текеніне түсіп еді. Сол кезде қоян айтыпты кірпіге: "Кірпі, менің алмамды қайтар." Кірпі айтыпты: "Жоқ, бұл менің алмам, мен оны ешкімге бермеймін." Қоян қалысар емес. Ол айтыпты: "Жоқ, әкел, қайтар менің алмамды." Сол кезде кірпі мен қоян дауласып жатқан кезде оларға қарға қосылады. Қарға айтты: "Бұл менікі алмам, мен оны үзіп алдым." Үшеуі таласты алмаға. Орманда айғай-шу болды. Аю келеді, айтады: "Не деген айғай-шу?" Бай келеді, айтады: "Сен өте үлкенсің, өте ақылдысың, айтшы, мына алма кімнікі?" Аю айтады: "Кім оны бірінші тапты?" Қоян айтады: "Мен." "Кім оны бірінші үзіп алды?" Қарға айтады: "Мен, қар." "Кім оны бірінші ұстап алды?" Кірпі айтады: "Мен." "Мынау алма сендердікі." Ары болады: "Қарай, мынау алма білуі." Бірінші қоянға он тапты, екінші қарғаға он үзіп алды, үшінші өзенге ауызға салды, төртінші аюға. Аю бір айтты: "Маған не қажет?" Ары айтты: "Сен бізге ақын айтты." Олай деді де риза болды.